Бүгін менің көңіл күйім жоқ, неге деп сұрасаңыздар, мен келін болып түскенде маған осындай жастайынан келген бүгін лапатамен қоштастым. Басынан бастап айтып берейін сіздерге қалай болғанын. Бүгін мандарин жейміз деген соң папамыз осындай бізге бір ящик мандарин алып келіп берген ғой. Не болса да тойып жеңдер, души деп сонымен тамаққа да мандарин, түстен кейін де мандарин, кешке де мандарин, барлық жер мандарин, кәдімгідей жарылғанша жедік. Сосын қой құрдым, кішкене далаға жүріп қайтайын серігіп деп осылай киініп шықтым. Сценарий бойынша нан алуға шыққам. Осы соусына посудаларды көріп кәдімгідей зависать етіп қалдым. Осы барлық қыз келіншектер мен сияқты шығар, ыдыс көрсе кәдімгідей өзінің не керектігін ұмытып қалатын. Сосын осындай әдемі набор көріп жатырмын. 6 персондық екен, 30 000 теңге екен. 12 адам қалсан 60 000 теңге болады. Өзім сервистерімді ауыстырсам ба деп жүргем, қараңыздаршы. Қарайды, мен оған қарап әйтеуір дегенде қоштастық, келесі жолы міндетті түрде сен алып кетуге келем дедім. Осылай бір пакет болып осылай үйге келе жатырмын. Негізі нан алуға шыққам. Осы сценарий бойынша бір нанды алып қайтсайшы, неге бір сумка болып өз-өзіңді қинап қайтасың, осыны түсінбеймін бар ғой. Сосын осындай лопаталарымды ауыстырам деп жүрген біраз уақыт болған. Сосын жартысы железный, жартысы әйтеуір пластик болып жүрген ғой. Сонымен барлығын бүгін ауыстырадан күн туып, сонымен жастай болып келген осы лопатамен бүгін қоштастым. Екеуміз не істемедік, не тамақ жасамадық деп әйтеуір қимай бір-бірімізбен қоштастық. Негізі сіздерде сондай болып тұра ма? Ескі заттарыңызды қимай тастайсыздар ма, или сразу тастай саласыздар ма?